Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырман қауым. Өздеріңіз білетіндей, өткен апталарда біздің осы кітапхананың өлкетану орталығында «Жеті қазына өмір қажеті» атты көрме ұйымдастырылған болатын. Ол кезде менің әріптесім сіздерді қыран бүркітпен таныстырған болатын болса, ал мен бүгін сіздерді көшпенділердің атқа міну мәдениетімен, яғни жылқы түрлерімен таныстыратын боламын. Ең алғаш атқа міну мәдениеті біздің қазақ жерінде пайда болғаны белгілі. Оған дәлел ретінде мен сіздерге Виктор Зайберттің «Ботай» атты кітабын ұсынғым келеді. Нақтырақ айтсақ, солтүстік Қазақстан облысының Айыртау ауданындағы Ботай қонысында жүргізілген қазба жұмыстары кезінде дәлелденді. Мұнда табылған аттардың азу тістерінде ауыздықтың ізі қалған. Ол жерден сол замандағы ат әбзелдері, кәдімгі құрық, теріден тігілген шалбар, тізеден асатын тері етік, тымақты табылған. Британиялық ғалымдар ботайлықта тұтынған керамикалық ыдыстардан қымыздың жұғынын анықтаған. Бұдан біздің байқағанымыз, ботайлықтар жылқыны мініс көлігі ретінде пайдаланып қана қоймай, бие сауып, қымыз ашытып, шипалы сусын өндіруді де меңгергенін көруімізге болады. Келесі Пржевальский жылқысы. Қазақша атауы Керқұлан. Керқұланды 1878 жылы Орталық Азияға жасаған саяхаты кезінде Пржевальский Қытайдағы Жоңғарияның шөлді аймағынан кездестіріп, терісі мен бас сүйегін Ресейге алып келген. Оны зерттеген орыс ғалымы Поляков мұның жабайы жылқының жеке түрі екенін анықтап, Пржевальскийдің құрметіне Пржевальский жылқысы деп атаған екен. Керқұлан халықаралық табиғат қорғау одағының қызыл кітабына енгізілген. Қазанат аты. Көшпенділердің сенімді серігі Қазанат халқымызбен ғасырлар бойы барлық ауыртпалықтар мен қиындықтарды бірге өткерді. Ол тағдырдың тәлкегіне қарамастан, иесі қазақ пен ұлы даланы, қасиетті жерімізді сақтап қалды. Осынау ұшы-қиырсыз созылып жатқан кеңістікке ие болып қалу үшін біздің ата-бабаларымызға тек ерлік пен шыдамдылық қана емес, төзімді, мықты, есті, ауыздығымен арпалысқан сенімді серіктері желқанатты тұлпарлар керек болған. Міне, осы қасиеттерге тек табиғат ананың керемет сыйы қазақ аты Қазанат ие болды. Қазақ жылқысы. Салт міну, жүк тасу, ет пен қымыз өндіру үшін өсірілетін жергілікті жылқы тұқымы. Ауа райының қолайсыз жағдайына төзімді, жемшөп талғамайтын, үнемі далада тебіндеп жайылады. Қазақ жылқысы ұшқыр, жүйрік болмағанымен алыс жолға өте төзімді. Олар тәулігіне 300 километрдей жол жүре алады. Қазақ жылқысы туралы айтылар әңгіме ұшан теңіз. Ақтамберді жырау, қолдан жылқы тайған соң, қызығы кетер күлкінің деп көрегенділікпен ой айтқанды. Демек, жылқы жоғалса, ұлттық мінез бен батырлық рухта жоғалады. Сондықтан да тегіміз де, мінезіміз де ұқсас қасиетті қазақ жылқысын қолда ұстап, қадірін білейік, бауырлар. Құрметті оқырман, егер сіздер жылқы жайлы көбірек білгілеріңіз келсе, біздің кітапхана сайтына кіріп танысуларыңызға болады. Назарларыңызға рахмет.